Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта пісетін, дрожсыз 2 ингредиенттен тұратын шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қамырға керекті заттар: сода қасық ұшымен, тұз қасық ұшымен, сүт, ұн. Ең бірінші сүтімізге тұзымызды, содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз, тұзымыз ерігенше. Енді ұнымызға сүтімізді құйып отырып, қамыр илейміз. Осы қамырдан бауырсақта пісірсеңіздер болады, 5 минутта дайын болады. Егерде аяқ асты қонақ келіп қалатын болса, осы қамырды илей салып жаясаңыздар, өте дәмді бауырсақ шығады. Илеген қамырымызды пакетке салып 2-3 минутқа ғана қоямыз. Пакетте көп тұрған сайын қамырымыз өте жұмсарып кететін болады. Сондықтан 2-3 минутқа қоямыз. 2 минут қойдым. 2 минуттан кейін алып, қамырымды басып, яғни иегін тағы да бір рет қандырамын да 7 бөлікке бөліп қоятын боламын қамырымды. 7 бөлікке бөлгеннен кейін қайтадан пакетке саламыз да қамырымыздың барлығын жайып аламыз. Себебі біз қамырымызды 1 минуттан ыстық майға салып алатын боламыз. Қамырымыздың барлығын жайып алуымыз керек. 7 күлчемді жайып алдым, орташа жұқалықта болу керек. Егер қатты жұқа болып кететін болса, қамырларыңыз қытырлап қалатын болады. Егерде қалынырақ қылып жайып қойсаңыздар, қамырларыңыз көтермей қалатын болады. Газға сковородкамның үстіне сұйық майды құйып, қыздырып қойдым. Сұйық майыма 1 қасық тоң май салдым. Ол қалауларыңызбен мен тоң майды шелпектен сұйық май ағып тұрмасы үшін құятын боламын. Қызып тұрған майға шелпектерімізді 1 минуттан салып, әр жағын қуырып аламыз. Шелпек салатын кезде қолымыздың көмегімен шелпегімізді созып жібереміз. Майымыз қатты ысып тұрған бол керек. Егерде қатты ысып тұрмаған болса, шелпектеріңіз майға жатып қалатын болады да, майын шелпек қатты сіңіріп алатын болады өзіне. Сол себептен шелпектеріңізді салмас бұрын майларыңызды қатты ысытып алыңыздар. Міне қыздар, 5 минутта шелпегіміз дайын болды. Өте дәмді болады. Әрі тез міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде осы видеоның дәрі осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.